Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Сіздерден бір сұрақтар келіп жатты маған. Осы есепті қалай шығаруға болады деп, иә? Так, есептің берілгенін оқып алайық. Так, белгілі бір орында қозғала отырып, радиусы 13 метр шеңберді 8 секундта бір айналып шығады дейді. Осы мотоциклшінің 4 секунд ішіндегі жүрген жолы мен орнын ауыстыру неге тең дейді. Так, оны жазу үшін не істейік? Балалар, әрине біз есеп шығарған кезде міндетті түрде берілгенін жазып алайық. Біз R тең болады 13 метр. Осылай жазып алайық. Так, бір айналым жасайды деп тұр толық шеңбер. Т тең болады 8 секунд ішінде тығып жазайық. Так, келесі Т2 4 секунд ішінде деге жолымен орнын ауыстыру неге тең дейді. Балалар, мына жерде мен мышқымен жазып отырмын да, жазуым онша болмай тұр, кішкене түсіністікпен қарай салыңыздар. Сосын тағы да балалар, біз немене жазайық мына жерге тағы қосымша ретінде табу керек біз нені? Табу керек, есеп шығарған кезде осылай шығарамыз балалар. Так, 4 секунд ішіндегі жүрген жолы мен орнын ауыстыру неге тең дейді. Жолды біз L деген әріппен белгілейміз. Орнын ауыстыруды S деген әріппен белгілейміз ағылшынша, иә? Енді балалар, дене шеңбер бойымен қозғалды осылай. Дене шеңбер бойы елестейік. Осы радиусы қанша деп тұр бізде? 13 деп тұр балалар, міне. Осы аралық бізде радиус міне. Так, енді не істейік? Дене шеңбер бойымен толық бір айналым жасайды. Толық айналым бір жасайды, оған 8 секунд уақыт кетеді. 8 секунд уақыт кетті. Енді бізден сұрап тұр нені? Сұрап тұр 4 секунд ішіндегі дейді. Онда жартысы деген сөз, мына жерден бастап жерге бітіп қалған кездегі жүрген жолымен орнын ауыстыру неге тең деп тұр, міне. Жасылмен сызып қойдым әдейі. Енді жазайық қайтадан. Шеңбердің ұзындығы неге тең біз білеміз балалар, иә? L тең болады 2 пи R деген формула бар, R радиус. Енді бізге жартысын сұрап тұрғаннан кейін, ол жартысына тең деген сөз. 2 мен 2 қайтеді, қысқарады. Сонда L тең болады PR. Сол кезде балалар L-ді табу үшін P-дің мәні тұрақты білеміз. 3/100-ден 14, осын жаттап алыңдар балалар, тұрақты бұл. Көбейтеміз, радиус бізде 13-ке тең. Сонда бізге жуықтап алғанда 41 метр шығады етеліне. Бұл 4 секунд ішіндегі жүрген жолы. Енді бізден сұрап тұр. Орнын ауыстыру неге тең дейді. Орнын ауыстыру дегеніміз міне, мынаны А нүктесі деп алсақ, мынаны Б нүктесі деп алайық, міне. Осы екі нүктені қосатын бағытталған кесінді ол бізде орнын ауыстыру деп аталады. S орнын ауыстыру. Ол векторлық шама, міне. Мына жер 13 болса, онда мына жағы да 13 деген сөз. Сонда жазып қоямыз мына жерге, S тең болады. Қанша екен? 26 метр деп жазамыз, міне. Міне балалар, біздің сонда ең керекті білетін жеріміз, шеңбердің ұзындығын анықтайтын формула. Нақты бізден нені сұрап тұр? Соны білу керек бізге. Егерде балалар бір нәрсені есімізге сақтап алайық. Толық шеңбер айланған кездегі орнын ауыстыру неге тең десе, толық айналып мына жерге қайтадан келсе, онда орнын ауыстыруы
Әрине, нөлге тең болады екен. Бұны есімізге сақтап алайық, балалар.